Армысыздар достар, бүгін сіздерге өз ойыңызды жеткізудің тағы бір жолдары ретінде екі түрлі ойды бір-бірімен салыстыру барысында қолданатын тіркестерді үйрететін болам. Мұқият тыңдап, жазып, жаттап алыңыздар. Кеттік. Similar to. Ұқсас деген сөз. Similar деген ұқсас деген мағынаны білдіреді. Similar to something. It is similar to my water, to my car деген сөз. Either or деген сөз или мынау, немесе мынау деген мағынаны білдіреді. Neither nor деген сөз не мынаусы да емес, не мынаусы да емес деген сөз. Яғни біз екі затты да алмаймыз деген кезде осы neither nor деген тіркесті қолданады екенбіз достар. Neither nor тіркесін қолданған кезде мағынасы болымсыз түрде болғанмен сөйлем болымды түрде жасалуы керек. Мысалы, I want neither Galaxy nor iPhone. Маған Galaxy да керек емес, маған iPhone да керек емес деген сөз. Яғни, I want neither Galaxy nor iPhone деген сөз. Яғни, осылайша сіз neither nor тіркесін қолдану барысында мағынасы болымсыз болғанменен болымды етістікті қолданасыз. As деген сөздер достар. It is as fast as Ferrari. Бұл Ferrari секілді жылдам екен. Яғни as fast as Ferrari. Бұл as-ды қолданған кезде бірінші as-дан кейінгі қолданылатын сөз adjective болу керек, сын есім болу керек. Ал екінші қолданылатын сөз сол сын есімнің тиісті болған зат есімі. Яғни сын есім сияқты сол айтылған сын есімнің мағынасы сәйкес келетін зат есім болған кезде as деген тіркес қолданылады. As fast as Ferrari. Ferrari секілді жылдам деген мағынаны білдіреді. In the same way. Тура сол секілді деген сөз. In the same way. I'm doing my homework in the same way as you do. Мен үй жұмысымды тура сен секілді жасадым. But professor gave me fail. Мен үй жұмысымды тура сен секілді жасадым, бірақ профессор маған fail берді, яғни екі қойды деген сөз. It resembles деген сөз. It resembles деген сөз соны еске түсіреді деген сөз. Еске түсіреді. This house is just as yours. Бұл үй тура сенікі секілді деген сөз. Just as деген сөз. Тура деген мағынаны білдіреді. Just as. Осылайша достар, екі затты бір-бірімен салыстыру барысында қолданылатын тіркестерді сіздерге үйретуге тырыстым. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлемет болыңыздар.